Біз чумо болып қалғанбыз. 70 қазақ болдық. 70 чумо барды соған. Соның ішінде мен де бармын. Екінші күні қарасам бір 5-6 қазақ отыр екен. Ой, жігіттер, қалдарың қалай? Немене қалай? Ұнап жатыр ма? Маған ұнады, керемет екен деп. Қастарына отырсам, ана бір жақтан қарасам қашып кетті. Неменеге 70% коррупция мынау, Қытай анау, кредит деген мынау. Неменеге 70% Мен сіздерге өзгерудің, мүлде табысты болудың кілтін айтайын. Әлі кілттері көп, құралдар көп, бірақ ең біріншісі адамның көңіл күйі, эмоциясы. Көңілсіз берген келіннің шайы уытатиды дей ма? Ана үйіне барған кезде үй үлдемен бүлдеге оранып, қазы қарта тұрып, қабағын салбырап отырса, оның шайын ішкен ішпей қойған жақсы, солай ғой. Көңілсіз істеген тамағың, көңілсіз істеген ісің қашан алға басады? Ешқашан алға баспайды. Сондықтан бәрі эмоцияға байланысты. Мен үнемі ойланып жүремін, 95-96 жылдан бері қалай бірінші мүмкіншілік болған кезде мен 94 жылы 1 миллион 200 мың долларға месокабинет сатып алдым. Көз алдыңа елестетіңдер, қанша жыл болды қазір? 24 жыл бұрын. Содан бастап мен 96 жылдар қолымда 1000 адам жұмыс істеді. Енді біраз дүниеге барып шетелге көрген кезде, алғаш рет Германияға, Швейцарияға, Италияға барған кезде менің ішімнен запыран, көзімнен жас тия алмадым бірінші рет көрген кезде. Есімде, пойызда кетіп бара жатып, видеоға түсіріп, біз тозақта өмір сүріп жатыр екенбіз. Айтады, ойбай, ана Европа, чириген Европа, мы такой, другой страны не знаем, где так вольно дышит человек деп. Біз есуас ақылды болсақ, біз түрмеде отырған екенбіз, социалистский лагерь деген. Анандай мейірбандық, анандай тазалық, анандай өмірдің сапасын көрген кезде мен қатты айттым, біздің халық не деген сорлы. Бірақ ол тарих да, мысалы, 70 жыл біз ана советтік деген үлкен түрменің астында жаттық, ішінде отырдық, бірақ босадық, бірақ сол қалпымыз әлі. 80% біздің қазақтар әлі қаржылық қыспағанда, әлі ипотека, әлі баламды қалай киіндірем, қайда оқытам, қайда демалам деген үлкен проблема. 80% халықтың басында. Соны айтам, қазақ жалқау ма десең, жалқау емес. Шынай, керемет жалқау деп айта алмайсың. Енді қазақ тупой ма десең, тупой емес. Әлемді таңғалтып, не бір физиктар, математиктар шығып жатыр, керемет, да? Сонда айтасың, ендеше неге? Ендеше неге десек, бізде көбінесе бізде шындығында 70 жыл емес, 300 жыл жаттық. 300 жыл империяның астында жаттық, келісесіздер ғой. Сол империяның астында жатқан кезде бізді соға бергеннен кейін біз чумо болып қалғанбыз. Көргендер бар ма банкадағы бір күн? Көрмегендер бар ма? Көрмегендер. Банкадағы бір күн көрмегендер. Көрсетейік да, тағы да бір рет қарап өтіңіздер. Мен себебін айтам. Біздің неге кедей екенімізді. Неге кедей өз жерімізде неге сорлы болып жүргенімізді, соның кілтін таптым. Енді сол банкадан шығу керек айналайындар. Біраз осыларда әлі 70%-ларың әлі сол банкада отырсыңдар. Шындығында банкі жоқ, ол мына санада. Қос. Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Сендердің жартыларың осындай өздерін клеткаға қамап тастағансыңдар. Осындай клеткада. Мына клеткада жүрген адам бірдеңке пысырғысы келеді, бірдеңке істегісі келеді, да? Оқыс тосқысы келеді біреумен. Да, бірдеңке істеп, бірдеңке істегісі келеді, доп ойнағысы келеді. Не істей алады ол? Ол эмоциялық клетка осы. Осыған қамап тастағансыңдар, білем неге екенін. Өйткені біз 300 жыл бойы осы клеткада өстік. Мына клеткада менен туған бала, ол да осы клеткада болады. Мына клеткада отырсың. Одан туған бала да сол. 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 Бізге 7 атамызға кетіп қалды. Енді сол клетканы ашып, мына санамызды ашып шығатын уақыт келді. Шығару үшін ештеме қажет емес. Мен әуелі білем да, біраз кәсіп жасап, ақша тауып жүрген адамдарды білем, бірақ зажатыйды. Біз ана Тонидің немесіне бардық алдыңғы жылы, былтыр майда Лондонға. 10.500 адам жиналды, 57 мемлекеттен ғой деймін. Соған не бір адамдар келді да, не бір миллионерлер, миллиардерлер, ана спортсмендер, әлемге атағы шыққан адамдардың көбін көрдім. 70 қазақ болдық. 70 чумо барды соған. Соның ішінде мен де бармын. Қалғандардың бәрі әкесінің үйінде жүрген сияқты. Келіп танымайды, hello, алақанына соғып, барып ана жерге отырып, шайын ішіп, билеп, секіріп, біз тұрамыз ана, осында отырған чумолар сияқты. Мен айтым, енді анша ақша төлеп, анша жерден келгеннен кейін мен де секірейін деп, деп қойсам, қарасам ішінде жоқ қазақтар.
бірімізден біріміз ұяламыз екен. Екінші күні қарасам, бір 5-6 қазақ отыр екен. Ой, жігіттер, қалдарың қалай, немене қалай, ұнап жатыр ма? Маған ұнады, керемет екен деп. Қастарына отырсам, аналар бір жақтан қарасам қашып кетті. Немесіне ұялады екен? Ешкім тыржалаңа шешініп, көтеріңді көрсетіп, биледі баққан жоқ қой. 70-тегі, 60-тағы адамдар, не бір адамдар, французы бар, итальянсы бар, африканцы бар, әгінің бәрімен құшақтасып, секіріп, сөйтіп, 3-4 күн ішінде сол кезде мен ұқтадым. Бізді клеткаға түсіріп тастаған. Сол клеткада өмір сүріп жатырмыз. Даже ақша тауып жүрген адамдардың да өздері ішіндегі немене пар шығармағаннан кейін, ол бір жерден жарылып шығады. Инфаркт, инсульт, язва бірдеңке болып шығады да, үнемі бірдеңкеге бір. Мен әкемнің өлеңі бар болатын. Қабағы сірә оның ашылмайды, біреуге құл болғандай басы байлы деп. Біреуге сөйтіп ететін. Сұлтан деген бір кісіге жазыпты өлеңін. Қабағы сірә оның ашылмайды, біреуге құл болғандай басы байлы деп. Осы жерде қабақ ашылмайтын адамдар бар. Ол қабақ мышцы бүйтіп ашылады шындығында да. Ол мида жатыр да жаңағы нәрсе. Сондықтан сен миллионерсің ба, миллиардерсің ба, кімсің, сен көңілің көтеріп, эмоцияң жақсы болмайынша сен бақытты болмайсың. Келісесіздер ме? Сонан кейін ары қарай істейтін істеріңді бүйтіп отырып, сала таңдама, сайт жаса, жасадым дей сайт, мен жасай алмай жатырмын. Бүгін мен сайт жасаймын, бүгін мен кісілермен кездесем, бір кісімен кездесейін, амансы ба, өстіп барсаң қалай боласың сен? Вообще бүйтіп жүру керек қой да. Аға қалай? Мен осылай кәсіп жасайын деп келдім, мынаны біле алмай жатырмын. Сен немен айналысасың? Немен айналысасың? Мен мұнымен айналысайын деп едім. Келіңдер, мен осылай нәрсе өткіземін. Адам ашық болса, емін-еркін жүретін болса, әлем ашылады. Сондықтан ең біріншісі мен ұққаным ол эмоция. Және Тонидің сабақтары. Мен қазір екінші сабағына қатынасайын деп жатырмын. Да, енді кемінде 6-7 мың евро тұрады. Бірінші айтады, эмоция. Мен басында ұққан жоқпын. Мұнда не үшін келдік? Эмоция, бірінші эмоция. Айттым, құр ыржаңдағаннан не түседі? Акасы бәрі ыржаңдағанда тұр екен. Барлық мәселе ыржаңдағанда тұр екен. Ана кім боксер ғой? Мұхаммед Али. Бұрын Америкада советская угроза, русская угроза дейтін ғой. Ең алғашқы рет Москваға кірген кезде хат жазып айтқан интервью бар. Мен орыстардан шоши бастадым дейді. Трамвайға бір жерге отырсаң бәрі соғысқа дайындалып жүрген халық екен дейді бәрі. Бәрі суровый дейді да өсіп отырған. Сендер де соғысқа дайындалған адам сияқты келіп отырсыңдар. Қашан болады? Не болады? Мына көрдіңіз қазір? Міне Лондонда 10.500 адам. Мен телефонға түсіріп ешқандай алаш ұраны жоқ, сапалы қазақ ұраны жоқ, просто рок музыка. Төрт күн осылай секірдік. 4 күн 12 сағаттан. Басқадан болып қайтқан жаққа. Бір адам болып, басқадан болып қайтты. Сол бірінші эмоция екен. Қазір сіздерге айтатыным, прям өздерің эмоциямен зарядтаңдар. Ана өзгеріске басқа қатысқандар көп айтады. Білем, қазір маңайымдағылар маған ренжи бастады дейді. Сен что-то қандай болып кеттің өзің? Бұрын нормальный адам сияқты болып, бүйтіп жүруші едің. Қазір немен ыржың етіп жүрсің? Немен жетісіп ыржыңдайсың? Коррупция мынау, Қытай анау, кредит деген мынау. Немен жетісіп ыржыңдайсың? Анау қызғанады дейді мен. Сондықтан бірінші кәсіп бастаушы адам еркін болуға тиіс. Жаңа клеткада тұрып кәсіп бастай алмайсыңдар. Мына жерге келіп, эмоцияңды шығарып, айғайлап, ішкі қуатын сыртқа шығармайынша, сол ішкі қуатын іште жатады. Жаңа банкыдағы бірге боламыз. Банкының қақпағы ашылды, еркін, егеменді елдің, мына сайын далада, аспанда қыран құс қалай ұшады, ана құлан, далада жүрген, жайлауда жүрген, арғымақ жылқы деп шыңғырып қалай шауып жүреді, секіріп бүйтіп, сөйтіп жүру керек. Сендер арбадағы ат сияқтысыңдар бәрі. Мен де сондай болғам. Мойына шегіп жаққан ат сияқты, періп қашып, қайтадан тұрбаңдап жүресіңдер. Оны тастай көріп, қамытты шешетін уақыт болды. Келістік пе? Бірінші кілт неде екенін, міне эмоция. Әр қашан күліп жүру.